Саламатсыздар балалар, біздің бүгінгі сабағымыз жануарлардың жүйке жүйесінің типтері. Жүйке жүйесі дегеніміз тірі ағзалардағы барлық мүшелер мен мүшелер жүйесінің жұмысын реттейді. Олар бір-біріменен тығыз байланыстыра отырып, сыртқы ортаға бейімделуін қамтамасыз ететін күрделі құрылым болып келеді. Ол қозуды қабылдап, реакция беру қызметін атқарады. Жүйке жүйесінің негізгі қызметі гомеостазиялық жүйені сақтайды, бір сөзбен айтқанда ағзаның ішкі ортасының тұрақтылығын сақтайды, қозуды қабылдайды, сыртқы және ішкі ортаның тітіркенгіштерін сезу қабілетті, өңдеу қызметін атқарады. Жүйке жүйесінің импульсті өңдеп, жауап реакциясын қалыптастырады, қозғалысты реттейді. Мұны өздеріңіз көріп тұрғандай, ішекқуыстылар типі гидра және мысықтың жүйке жүйесін көріп отырсыздар. Енді балалар, жүйке жүйесінің типтерін анықтап кетейік. Бірнеше типке бөлінеді. Сол типтерге жеке-жеке тоқталайық. Жалпы диффузды жүйке жүйесі. Мына жерде өздеріңіз көріп тұрғандай ежелгі ішекқуыстыларға тән медуза, гидра және актиналардың суретін көріп тұрсыздар. Осылар ішекқуыстылардың және диффузды жүйке жүйесіне жатады. Бұлардың жаңағы біркелкі шашыраңқы орналасқан жүйке жүйесі, тор нейроннан нейронға қозуды біршама баяу өткізеді. Құрылысы жағынан жүйке жүйесінің дене бойымен торлап орналасқан. Бір ерекшелігі барлық бағыттағы қозуды біркелкі таратады, бірақ жауап реакциясы өте баяу болады. Келесі бағанды жүйке жүйесі. Бұларға міне өздеріңіз көріп тұрғандай жалпақ құрттарға тән қасиет болып, жүйке жүйесі жұп түйінді, міне ганглийнан құраған. Олардың денесі артқы жағына қарай тартылған жүйке жүйесінің бағандарынан олардың арасында міне байланыстырған сақиналар тұрады. Бойлай орналасқан екі бағана бүйір және құрсақ ерекше дамыған. Жалпақ құрттардың жүйке жүйесін реттеуші орталығы аппаратты қалыптастырады. Келесі типіміз түтікше тәрізді жүйке жүйесі. Бұл болтық құрттар, ұлу, бунақ денелер. Енді бунақ денелерге не жататынын білесіздер. Шаян тәрізділер класы, өрмекші тәрізділер класы және буынаяқтылар типі, бунақ денелер типі бөлінеді. Енді осыған байланысты, мұны өздеріңіз көріп тұрсыздар, ұлудың жүйке жүйесі, шаянның жүйке жүйесі, шұбалшан және зауза қоңыздікі. Бұлардың бәріне түтікше тәрізді болып келеді. Денеде түйіндер, ганглиялар түзіледі. Олардың жұтқыншақ маңының жүйке сақинелері құрсақ тізбегін құрайды. Құрсақ тізбегінің алдыңғы үш жұптан құралған кеуде жүйке жүйесі ерекше дамыған, жұтқыншақ үсті және ми түйіні болып біріккен үш түйіннен түзіледі. Келесі түтікше тәрізді жүйке жүйесі бұл барлық омыртқалы жануарларға тән болып келеді. Осы омыртқалы жануарлар, міне өздеріңіз көріп тұрғандай мысық және үй қоянын көріп тұрсыздар. Жауап реакциясы нақтылы, жылдам жауап қайтарады бұлар. Орталық жүйке жүйесі мен ми жақсы дамыған. Ми бөлімдері дамып олардың реттегіштік рөлін атқарады. Жоғары сатыдағы омыртқалылар және үлкен ми сыңарларының қыртысы ерекше дамып жетілген. Онда жалпы жүйке жүйесінің 4 типке осылай қарастыруға болады екен. Енді осыған байланысты балалар, тапсырма орындайық. Мына жерде берілген суреттер бар. Осы суреттерге байланысты қандай жануар және жүйке жүйесі қандай типтерге жататындығын анықтап жаза қойыңдар. Жақсы жазды деп ойлаймын. Енді өздеріңіз тексеріп ала қойыңыздар. Міне бірінші қоян түтікше тәрізді, шаян түйінді, болтық құрттар түйінді, гидра диффузды, ұлу түйінді, ақсылама бағанды, қоңыз түйінді,
ал жерде кате жазылып кетти. Және бакат тикши тәрізді. Жақсы, сау болыңдар балалар.